Содан кейін Гайыпбаев інісі кәмелетке толмаған Полаттың Нұрғанат аға маған бірдеңе соғып алды деген дауысын естіп, Қамажай дүкенінің қасына Шота Руставели көшесімен солға жүгіріп барып, оның сол жақ қолтық астында пышақпен келтірген солмалы келсімелі дене жарақатын ұстап көріп, жедел жәрдем шақыруды сұрап, скорый деп айқайлап көмекке шақыра бастаған. Әрі қарай алдын ала сөз байласқан адамдар тобы Әскентай, Тоқтаубаев, Нұрбол, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл, Шота Руставели көшесінің бойында отырған Гайыпбаев пен кәмелетке толмаған Полатқа қарай барған. Сол сәтте Бишембиева өзінің баласы кәмелетке толмаған Полатқа бірінші болып жетіп, соңғының отырған жерінен құшақтап, топ адамдарының әрекеттерімен қарай бастағаны қарамастан, Белгожаев кәмелетке толмаған Полаттың басынан аяқпен теуіп, өзімен алдын ала дайындап алып келген жидалмалы бәкі пышағын сабымен кәмелетке толмаған Полаттың басын бірнеше рет соққылар жасаған. Ал Ильясов сол жерде жатқан жоғарыда көрсетілген 16 калибрлі аңшылық мылтықты жерден алып, аталған мылтықпен сабымен Полаттың басына бір мәрте соққы жасаған. Алайда аталған соққы Бишембиеваның оң жақ қолына тиген. Онымен шектелмей, Ильясов өзінің әрекеттерімен жалғастыра отырып, аңшылық мылтықты сабымен сол жерде отырған Гайыпбаевтың басына бірнеше рет соққылар жасаған. Осы уақытта Әскентай, Тоқтаубаев, Нұрбол, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл қолдарымен және аяқтарымен жерде жатқан Гайыпбаевпен кәмелетке толмаған Полатты ұрып соққан. Шыжаттың ба? Қаяқтан шығарды ол мылтық? Мылтық ба? Білмеймін шығарды алып келді, қайдан алып келген сөйлер мүмкін. Білмеймін алып келді. Қай уақытта алып келді? Аналар балалар жинақ еуге кеткен кезде алып келді ме? Или уже төбелесіп келсін? Короче, мен сөйлесіп қалмын, жаңағы Нұрболатпен жаңағы маңызыңа бала бар. Ана сенің практикаң бір жаңа ерегеседі, төлемеген үшін. Біраз басын тастайды, аналар кетіп қалады сол момент, дұрыс па? Кетіп қалады. Короче, біреуі кетеді де барады да телефоннан звондап, балаларды шақырып, істеп кейін. Примерно қанша уақыттан келді аналар? Примерно мен жарты сағатта келген болсам, машинамен. Кімге звондады? Аты Нұрболат деген. Нұрболат? Нұрболатпен жаңағы гольф тройка деді ғой, жігіт. Сол келді екеуі. Нұрболат и гольфпен сол жігіт. Соны алып келді. Екеуі келді. Мен екеуімен сөйлесмей жігіттер бұл пьяный базар, не базар, ол болмайды тірлік. Лично ол в любом случае массадан сидел деп сөйлестім. Сөйлем болды, братан, короче, мен врачканы қайтарып жүргенмін ғой, дұрыс қайт деп ше. Мен тұрамын да, короче, врачканы қайтарып жүремін. Врачканы кетеді. И буквально видишь, не деймін маған айтты, короче, врачканы шақыр, короче, кешірім сұрайсасын деп та. И питак берді, короче, кешірім сұрайсасын, болды, мені халас деп тұр ол. Кім сөйлеп тұр дейді? Сол жаңағы Нұрболат деген ше. Халас деп тұр ол. Чина, Мина деген біреулерді шақырды, ол, короче, звондап ше телефоннан. И питак берді жігітше, болды, шешпеймін врачка, анамына деп. Мен айттым, болды, врачка берді, врачка мен оның келді. И сол келген момент, бірінші бір машина келді, артынан екінші машина келді. Екінші қандай машина? Қызыл машинада бір жігіттер келді тоже. Біз деген 102-ге қайтадан дежурный мырзаға звондадық. Автокөлікті тапқанымызды айттық. Сол кезде бір жігітті байқадық. Оны әріптесіміз екеуміз ұстадық. Сол кезде ол айтты, не деді? Сұрау барысында, мен Менделеев көшесінде болдым, төбелеске қатысым бар деп айтты. Ол Әскентайды арқан болып шықты. Одан екінші экипаж шақырдық, Талғар ауданы полиция басқармасына жеткізіп тастады. Жақсы. Әскентай Дархан деген сіз сыныптасыңыз болсаңыз, келген сәтте бірден таныдыңыз ба? Сол кісі екенін? Жоқ, бірден танымадым. Неге? Өйткені көзі ісіп кеткен, енді түрі танымадым, және де қараңғы болды. Тау жақта не жоқ, жарық шам жоқ, мен оны бірден танымадым. Жақсы, танымадыңыз, айтып жатсыз, көзі ісіп кеткен деп, одан басқа қандай жағдайда болды? Алкогольдік ішімдіктің иісі сезілді ма? Сезілді. Жалпы сіздерде бейне тіркеуші болмаса бейне жетон бар ма? Бейне жетон бар. Сол кезде Талғар ауданы полиция басқармасында ішінде құрылыс жүргізуіне байланысты барлық
слив дейді ғой бізде аппарат. Соның барлығы шығарылып тастаған болған, сол үшін істемеді. Жақсы. Автокөлікке бірден отырған кезде байқаған жоқпын. Уже жолға жүріп бастағанда байқадым. Машинаның алдыңғы сиденьясында жаңағы мылтық тұрғанын көрдім. Сіз мылтықты көрдіңіз? Иә. Жоқ, мен машинаға олар барлығы бірге отырды ғой. Сол кезде бірден алып келген көрген жоқ. Машинамен жүріп кеткен кезде көрдім. Сол кезде Абзал алдыңғы орында тұрған. Сол кезде алдыңғы сиденьяда тұрды мылтық. Мылтықтан басқа тағы не көрдіңіз? Ол кезде ештеңе көрмедім, сол моментте. Басқа кезде не көрдіңіз? Одан кейін біз Тресимерки магазиніне бардық. Сол кезде магазинге Шыңғыс, Нұрқияс, Елмира үшеуі кірді. Елмира дизи сусын алып шыққан болатын. Ол дизиді ішті ма, ішпеді ма нақты білмеймін, бірақ ол капотқа қойды. Сосын Абзал менен капотта тұрған дизиді бере саш деді. Ол еңкейіп тұрған болатын. Қолын сүртіп тұрды ма, бір бәле істеп тұрғандай болды. Сонымен мен дизиді алып келе жатқанда құя саш деді. Сонымен құйдым дизиді. Сол кезде құйып атқан кезде басында байқаған жоқпын, кейін байқадым, пышақтың жүзін байқадым. Пышақ қандай болды және Шынасыл пышақты не үшін жуды? Мен пышақтың қандай болғанын білмеймін, себебі мен пышақтың жүзін ғана көрдім. Не үшін жуды пышақты? Мен оны нақты білмеймін. Жоқ, тек қана Мерседесті көрген кезде түсіндім. Жалпы өздері олар сізге осы жөнінде бір нәрсе айтты ма? Нет. Когда в машине сидели? Иә, автокөлікте отырған кезде. Да, просто Шынасыл Абзал сказал, типа, никому ничего не говорите, и все. Шынасыл Абзал айтты, еш нәрсе айтпаңдар деді, болды. Құрметті сот, рұқсат етсеңіз, куә Рузбакиевтің тергеуіндегі жауабын жарияласам, яғни том 13. Содан кейін олармен жүрген кезде осы адамдардың Қамажай дүкенінің қасындағы болған төбелеске қатысы бар ма екен білдіңіз бе деген сұрақ қойылды сізге. Сіз келесіде жауап бердіңіз. Басында білген жоқпын, бірақ Теңгиз атты жерден келе жатып, артымыздан келе жатқан автокөліктер көрінбей қалған кезде жолдың шетіне тоқтадым. Сол кезде Нұрқияс бір сөзінде бұл болып жатқан жағдай біздің тема деп айтты. Яғни мен сол кезде олардың жоғарыда көрсеткен төбелеске қатысы бар екенін түсіндім деп жауап бердіңіз. Яғни сөз біздің тема, бұл жағдай біздің тема деп айтты ма? Говорил? Это наша тема? Да, наша тема. Когда в машине сидели, когда остановились, когда Мерседес отстал, он говорил это. И мы там ответили, я братан был, айтпаймын сичку. Сол кезде Нұрқияс, Равиль, Азамат және мен танымайтын екі жігіт әлгі жас баланы жабылып ұрып жатыр. Көрдіңіз ба, қорғаушы? Жас бала деген сөз бар ол жерде. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Сол жас балаға Шынасыл Абзал нақты қай жерінен соқты? Сіз айтып тұрсыз, жас бала жерде жатқан көрдім деп тұрсыз, және анық айтып тұрсыз, шымен жатқан, дұрыс па? Қандай түсті киім кигеніне дейін сіз нақты айтып тұрсыз. Қараңғы болса, ол жерде түстің киімнің түсін біз айта алмайтын еді адам. Енді сізге сұрақ. Шынасыл Абзал қай жағда? Қорғаушы қоя тұрыңыз. Тұра тұрыңыз. Мен сұрағымды аяқтамадым. Мемлекеттік айыптаушы, мен сізге тағы ескертіп жүрмін. Отыра беріңіз. Қай жерде оқып беріңіз сол хаттамадан, қай жерде мен сізге айттым, отыра тұрыңызшы деп тұрмын ғой. Мемлекеттік айыптаушы, сұрақтарыңызды қойған кезде киімдер туралы қойып жатырсыз ба? Сол нақты киімдер туралы? Киімдер туралы жаңа өз жауабымда айтты. Сұр киім, қара шалбар. Осыған дейін жәбірленушінің өкілі сұрақ жауап алған кезде, құрметті сот, ол өзі айтты. Сұр киім, қара шалбар деп. Мен сол жауабына қарап айтып отырмын. Сұрақты қойып отырмын. Жауап бердіңіз ба сондай? Вы сказали же, Да, серый, Я, кофта, то ли футболка была, да. Я, оны айтып тұр ғой. Енді сізге сұрақ, Шынасыл Абзал жаңағы жатқан баланың қай жағында тұрып ұрды? Сіз сермеп дедіңіз. Қалай сермеді ол? Жоғарыдан төмен, жанынан қырға қарай. где стоял Абзал? Жоқ, оны өзіңіз көрсетіп беріңізші, қолмен сол жерде тұрып, қалай сермеп ұрған осы жерде тұрып. Отыра беріңіз. Жақсы. Құрметті Есімдермен. Отыра беріңіз. Я не знаю, где... Кім ол? Осы сотталушылардың арасында кім? Абзал. Тұрыңызшы. Жақсы. Он где-то вот 3-4 шага от меня был. Жақсы, қалай сермеген туралы көрсетіп беріңізші. Ол менен где-то 3-4 қадамдай қашықтықта был. Микрофон беріңізші.
Ну, получается, вот так вот бил он его. Получается, сверху вниз. Жерде жатқан бала қалай жатты? Жоғарыдан төмен ұрды дейді. Он животом вот так вот лежал. Животом Ішімен жатты. ішімен жатты. Шынасыл абзал сермеп, яғни жоғарыдан төмен қарай соққы жасады. Дұрыс түсіндік па сізді? Да, да. Жақсы. Онда неге алдынан бері сіз басқа жауап бердіңіз сотқа? Келесі сұрағыңыз бар ма, мемлекеттік айыптаушы? Я же Қазір, так же говорила. Айыптау тарабы Он қойып болғаннан кейін сіздерге мүмкіншілік беремін. Сіз 5 қазан күні берген жауабыңызда Шерзаттың, Абзалдың қай жерде адам денесінің қай жерінен пышақ сұққанын дәлме-дәл айтып бердіңіз. Айтыңызшы, сізге ол қайдан белгілі? Своих Ол показаний. сұрақ алып тасталады, ол сұраққа жауап берді ғой өткен сот отырысында. Ол сұрақ қойылған жоқ. Қойылды. Мен сұрағымды әлі аяқтаған жоқпын. Мен соттың материалын зерттеген кезде қарашаның 11-інде ғана сараптама шыққан. Сол кезде ғана біз білдік, өйткені барлық адамдар ойлады, әлеуметтік желіде де солай тарады. Жүрекке тағылды деп. Комментировать етудің қажеті жоқ бұл жерде. Мен сұрағымды нақтылап алдым, құрметті сот, түсінікті болу үшін. Осыған жауап беріңізші. Мүмкін сіз айтасыз, мен көрген жоқпын, білген жоқ. Бірақ Шерзаттың денесіне сол жерден тығылған пышақ солай болған біреу айтты ма сізге, или өзіңіз солай жауап бердіңіз бе? Вы видели или кто-то вам сказал, как там воткнули в Шерзат? 5 қазан күні сіз дәл айттыңыз. Нет, господин судья, на тот момент, получается, у нас мы же нас задержали, когда мы, получается, 2 дня без сна и без всякой вот, даже покушать у нас времени не было. И, получается, мы находились в РОВД. И около 100 человек нас допрашивали на тот момент. И, честно сказать, я толком даже и не помню, о чем они допрашивали. Потому что я говорила им на русском языке, и как они переводили на тот момент, мне как-то было вот не до этого. Честно, я, главное, расписалась, потом, получается, главное, чтобы домой уехать. Оқиғадан кейін бізді 2 күн қатарынан сол жерде ұстады, тамақсыз, ұйқысыз, және 100-ге жуық адам бізден сұрады, ол жерде жауап алды. Сондықтан мен жауапты орысша бердім, олар қазақша жазды. Ол жерде мен басты мақсатым қол қойып, тез үйіме қайту болды. Құрметті сот, мен бейне жазбаға сүйене аламын ба қазір? Сол жауап алу күні болған. Жақсы. 10-шы күні куә қазір жауап берген қорғаушының қасында отырып. Кешкісін жұмыстан шыққан кезде жұмыстан қанша шыққан? Жұмыстан 8:20-да шыққан. Қайда орналасқан жұмысыңыз? ITK, улица ITK. 20